Сәлеметсіздер ме оқырмандар, Дулат Бабатайұлы. Естеріңе түсіріңдер, қазақ ертегілер мен батырлар жырының аңыз әңгімелердің қандай маңызы бар? Ал бүгін меңгерілетін білім Дулат Бабатайұлы кім? Дулат Бабатайұлы 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас деген жерде дүниеге келген. Заманының білімді адамдарының бірі болған Дулат ақын өлеңдерін, жыр толғауларын ауызшада айтып, жазбашада қағаз бетіне түсірген. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас атты арна өлеңі жетім бала ақтанның тағдырына арналған. О ақтан жас, сен де жетер мекенсің, жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің деп жетім баланың болашағына көз жібергісі келеді. Жетімдіктің зардабын көрген ақтанның болашағынан үміт күткен ақын сұлу сүйер мекенсің, сауыт кер мекенсің деп оның елін қорғайтын батыр болуын қалайды. Жетімдіктен қол үзіп жақсы өмірге жететініне сенім білдіреді. Дулат Бабатайұлы қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі, халық ақыны. Артық болмас білгенің. Дулат Бабатайұлы қазақ әдебиеті тарихында алғаш мысал жазған ақын. Оның мысал ретінде жазған шығармалары бір патшаның бір кезде шымшық пен бөдене, сары шымшық, қара қарға жем тілеп, өнеге беру, ақыл айту үлгісінде жазылған. Дулат Бабатайұлы мұраларын алғашқы жеткізушілердің бірі Бәйділда деген кісі. Ақынның шығармалар жинағы қазанда Өсиетнама деген атпен 1880 жылы басылып шықты. Танымал есімдер жинағы. О ақтан жас, о ақтан жас, сен де жетер мекенсің, жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ере алмай, сол бойы кетер мекенсің. Жапанға біткен жапырақ жамылсаң тоңар мекенсің, жазға шыққан бүлдірген сұғынсаң тояр мекенсің. Күрек тісін қасқайтып, сұлу сүйер мекенсің, бадана көз тоғыз тор сауыт киер мекенсің. Білтеліні тұтатып, түтінін үзбей оқ атып, жау қашырар мекенсің. Тең құрбыңмен теңеліп, шаруа жиып кенеліп, бала сүйіп, мал жиып, керсеніңе бал құйып. Өмір сүрер мекенсің, жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі кетерсің. Қажыма, ақтан қажыма, жетерсің әлі, жетерсің. Білу тапсырмалары. Дулат Бабатайұлы кім? О ақтан жас өлеңіндегі ақтан кім? Ақын ақтан жасқа қандай үміт артады? Ақтанның бойынан қандай қасиеттерді көргісі келеді? Білу жауаптары. Дулат Бабатайұлы қазақ әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі, халық ақыны. Ақтан жетім бала. Ақын ақтан жастың келешекте елін қорғайтын батыр болғанын қалайды. Жақсы өмір сүретініне сенім білдіреді. Екінші тапсырма түсіну. Неліктен ақын «О ақтан жас өлеңінде қажыма, ақтан қажыма, жетерсің әлі жетерсің» дейді. Ақынның ақтан жасқа үміт арту себебі неде? Ақын ақтан жасқа қажыма деп айтуының себебі ол жетім өскен бала болған соң жетімдіктің қиындығына мойыма деп жігерлендіреді. Ақынның ақтан жасқа үміт артуының себебі ол өсе келе жетіліп, өмірден орнын тауып жетілетініне сеніммен қарайды. Оған осы сөздері арқылы қолдау көрсетеді. Талдау. О ақтан жас өлеңінің идеясы мен тақырыбын анықтаңдар. Идеясы: ақтанның батыр, елге қызмет ететін азамат болуына күш беру, ынталандыру. Тақырыбы: ерлік, жігерлілік. Жинақтау. Ақынның ақтан жастың бойынан көргісі келетін қасиеттерді топтастырыңдар. Ақтан жастың бойынан көретін қасиеттер: батырлық, ерлік, жар сүйіп отбасын құру, ел қатарлы азамат болу, малды, дәулетті болу, бала шағалы болу. Қолдану тапсырмасы. Өлеңді жаттап алыңдар. Маған сыры мәлім болған бір құпия тақырыбында ақтан жасқа хат жазыңдар. Өлең құрылысына қарай қандай ерекшелікті байқадыңдар? Жауабын әдебиет теориясынан іздеңдер. Өлеңдегі зат есімдерді бір бағанға, етістіктерді екінші бағанға теріп жазыңдар. Қолдану жауаптары. Ақтанға хат. Ақтан, мен сенің өмірің туралы білемін. Дулат атамыз саған өз өлеңі арқылы үлкен қолдау жасап отыр. Сен балалық шағыңда тағдырдың тауқыметін тартсаң да, есейіп ел қатарлы азамат болғаныңа сенімім мол. Мен де Дулат атамыз секілді сенің қиындыққа мойымай, өзіңді қолға алып, қиындықтардың бәрінен өтіп бақытты өмір сүргеніңді қалаймын.
Үшінші, өлең құрылысындағы ерекшелік мұнда ақын риторикалық сұраулы сөйлемдерді қолданған. Мысалы, о ақтан жас, сен де жетер ме екенсің. Төртінші, өлеңдегі зат есімдер сәуле, ел, жапырақ, бүлдірген, сауыт, сұлу, жау. Етістіктер көре алмай, ере алмай, кетер ме екенсің, тояр ме екенсің, кер ме екенсің, сүйер ме екенсің, қашырар ме екенсің, тағы басқа. Баға беру. Ақтан жас ақын сенің ақтады деп ойлайсыңдар ма? Сендер қандай жол ұсынар едіңдер? Сендер ақтан жастың орнында болсаңдар, ақын үмітін қалай ақтар едіңдер? Ой бөлсіңдер. Ақын сұрақтарына жауап бар ма? Сендер қалай жауап берер едіңдер? Суреттердегі Дулат Бабатайұлы сипаттаған бақытты өмір, жігіттің жастық шағын қазіргі кездегі өмірмен салыстырып, ақын аталарыңа хат жазыңдар. Бірінші, ақтан жас ақын сенің ақтады деп ойлаймын. Мен де ақынның орнында болсам, ақтанға білім алып, өз болашағын өзі құрып, ел қатарлы бақытты өмір сүру қажеттігін айтар едім. Ал ақтан жастың орнында болсам, барынша қиындыққа мойымай, ақын үмітін ақтауға тырысар едім. Ақын сұрақтарына жауап бар. Сен де жетер ме екенсің? Жауап: әрине жетеді, жетіледі. Жетімдіктің белінен асып өтер ме екенсің? Жауап: есейе келе жетімдігін де ұмытып, күн көру қамына кіріседі деп ойлаймын. Тағы басқа. Осы суреттерге қарай отырып, жігіттің жастық шағы мен бақытты өмірі туралы ақын ағаға хат жазу керек. 4. Ақын атаға хат. Дулат ата, сіздің шығармаңызды оқи отырып, мен сіздің жетім балаға деген қамқорлығыңызды, жанашырлығыңызды сезіндім. Әрбір ер азамат жастық шағында жалындай жанып, өзінше дамып жетілуге әрекет жасауы керек деп ойлаймын. Сіздің әрбір сөзіңіз ақтанға жігер беріп, оның болашақта бақытты өмір сүруіне ұмтылуға көмектесті деп ойлаймын. Жалпы атамыз қазақ ер баланы жастайынан аттың жалын тартып мінуге, садақ тартып мерген болуға баулыған. Осындай ел арасында өскен ақтан да осы қасиеттерден кенде қалмаған болса керек. Ал қазіргі таңда жастар біліммен қаруланып, техниканы меңгеріп, елге пайдалы азамат болуға ұмтылады. Қай заманда болсын, басына қандай іс түссе де жігіт адам мойымай, тек алға қадам басуы керек деп ойлаймын. Сонда ғана ол өз мақсатына жетіп, бақытты өмір сүреді. Сәлеммен, сіздің оқырманыңыз Айдос. Әдебиет теориясы. Риторикалық сұрау туралы түсінік. Риторикалық сұрау лепті сұрау, ойды сезімді әсерлі жеткізу үшін жауабы өзінен өзі айқын нәрсені әсерлі леппен сұрау түрінде айту. Өлеңде қойылған сұрақты жауабын оқырман өзі біліп отырады. Риторикалық сұрау сөйлем жауапты қажет етпейді. Мысалы, Жамбыл Жабаев Абайдың суретіне деген өлеңінде: мынау тұрған Абайдың суреті ме, өлең сөздің ұқсаған құдіретіне? Ақыл қайрат білімді тең ұстаған қарсы келер Абайдың кім бетіне? Деген сұрау тастаса Қадыр Мырзәлі: жақсылықтың алдында бас иетін, бабалардың не істейміз өсиетін? Жер жоғалтса не болмақ перзенттерін, ер жоғалтса не болмақ қасиетін деп толғанады.